Кезекеме туғандар, кешкі базарға келіп жеттік. Ошол жерде өзүңүздөр көрүп тургандай базардан кийинки жолдун жээгинде чогулган унааларды көрсөтүп атабыз. Бүгүн 7 ноябрь 2021 жыл, авторынок Бишкек Рим уна базары. Каналга жазылганды унутпаңыздар. Сөзсүз түрдө лайк басканды дагы унутпаңыздар. Сиздер үчүн көрсөтүп атабыз. Бул жерде Audi A6 автоунаасы 97 жылкы 2.4 коробкасы автомат. Расход 12, баасы $3200. Audi A6 автоунаасы 2.4 объемда. Сол жагы жакшы экен, оң жактары жумушу бар экен. Эшиктеринде, крылосунда мына жерлери сынып кетиптир. Андан кийин бул жерде Mercedes C Японец оңрулду, коробкасы автомат. Жылы 96, көлөмү 2, $2800 дейт. Сизге? Жок. Мыкты, эси жок экен. Пробег оригинал дейт, коробкасы автомат, номери азыр алып көрөбүз. 0707 40 деген номерге чаласыздар. Мындан табыз, бул жакта Odyssey Японец автоунаасы. Жылы 2023, обмен бар екен, басы $4200. Дөңгөлөктөрү жакшы абалда, кышкы. Биз видеонун башында айтып кеткендей эле, бул жерде кандай унаалар чыкса, алардын баарын тандабастан тартабыз. Бул жерде кызыл түстө Jetta 93 1.8 mono 150 000 сом дейт. 150 000 сом. Мындан табыз Passat B3 88 жылкы 1.8 100 000 сом дейт. Транзит номерде учеттен чыгарып Nexia 2 базарга алып чыгыптыр. Жылы 2012 жылкы 1.5 8 кылатын простой мотор, коробкасы механика 220 000 сом. Golf 3 1.8 mono 140 000 сом. Дагы бир кыргыз номерде күмүш түстө Nexia 2 2011 жылкы 1.5 механика 170 000 сом. Mazda 6 Universal көк түстө 2003 жылкы 1.8 механика 500 ступка $4500 дейт. Байланыш номери бар экен. Кийинки өтөбүз. жылкы көлөмү 1.4 механика, центральный замок 140 000 сом дейт. Көлөмү 1.4. Бул жакта 34 кузов, BMW 525, 94 жылкы 2.5 механика 175 000 сом. Мен эми бияктан ушул 124 жакшы абалда универсал чыгыптыр базарга. Ушуну көрөйүнчү. Жылы 90, механика 2.3 260 000 сом. $260 000 сом дейт ушуну. Бул жакта жол тандабас Toyota Foreigner'дин эски кузову. Жылы 2002, көлөмү 3.4 автомат, $9700. $9700. Андан кийин бул жерде дагы бир 124 Mercedes коробкасы автомат 91 жылкы 2.6 160 000 сом. $160 000 сом. Кара түстө Golf 3 92 жылкы 1.8 mono, коробкасы механика 170 000 сом. Срочно дейт. Кайсы номерге чалыш керек байка? 700 мен. 704 мен. 57 65 57. Боло турган маасы 150ге берип саласыз. 150ге берип салам дейт. Golf 3.
Daha bir 124 ак түсті 89 жылғы 2-3 механика, центральный замок 170 000 сом айтылыш бас екен. Семерка тұратын жерде 2010 жылғы 1.6 механика 67 000 км жүрттір, байланыш номері бар. Басқан жолдап 150, окончательный басы 150 000 сом дейді. Ford Focus'un sedanын көрсетелі. Коробкасы механика 5 ступка 2004 жылғы 1.6 $3300. Пробег 361 000 км жүрген. Состояниясы жақсы. Мен аралаш қылып тұртайын. Бұл жерде дағы бір Audi A6 S5 кузов 2001 жылғы 1.8 бензин. Коробкасы автомат 6 ступка. Басы $2900. Ondan keyingi бұл жақта Honda Stream Japanese 2003 жылғы көлемі 1.7 $4800. $4800. Ondan кейін Audi A6 Pro 95 2.6 автомат срочно 170 000 сом. İşte қағаз өдірек қоя салып. Номері 504 84 88 84 46 деген номерде. 2.6 объемда. Бұлантамыз бұл жақта бір Getz автонасы тұрады, ошо Getz'ті көрейінші. Жақша болма Getz, жылы 2004 1.3 механика 300 000 км жүрттір, $3600. Дөңгелектері қышқы. Соңғы септігіне қаншалық болады сонда? Болшы? Болшы 280 болады. Болды тұрғанмыз. 280 000 сом болады дейді. Бірінші объем. Онтауыз кейінгі бұл жерде Vento көк түсті. 93 жылғы көлемі 1.8 моно 130 000 сом. 130 000 сом. Бұл жерде Mazda Capella автонасы 98 жылғы 2 объем механика $3300. Байланыш номері бар. Бірінші артыны көрелі. Артыдағы жақшы. Коробкасы механика. Бұл қағазын жауып салып тұр. Ондан кейінгі өтелі. Бұл жерде Passat B5 96 жылғы 1.8 механика 220 000 сом. Коробка механика. Кузов жақсы. Алыр өзінен сұрап көрелі. Краскасы өзінікі емес пе? Салам алейкум. Краскасы өзінікі? Краска болған, соңғы септегенде бола тұрған мас қанша алады? 200 болады. 200 болушы. Не жұмысы бар? Жұмысы жоқ, ештеңе жөніне айдайды. Только айдашы. Өлім майын айдай оршы болады да, шығарычыға аяқпияға такс қылып. Шығарычыға таксиге іздегендер көп болушы керек. 1.8 механика. Болушы 200 000 сом дейді. Audi S4 92 жылғы 2.3 180 000 сом. Отырыштары қара түсі кожа, дөңгелектері жайқы. Абалыдағы жақшы. Ондан кейін бұл жерде Honda Step RF3 2001 жылғы 2 объем. Документтері таза дейді. Юридически чисто деп жазып қойыптыр. $6900. Номері бар. Чалып түсірсеңіздер болады, табалы жақсы екен. Бұл жерде стримдағы тұрады, қызыл түсті. 2003 1.7 такси болған емес деді. Моторы жаңын басылып тұр. Азыр есінен сұрап көрелі. Стримнен басқан жалтады? $5000. $5000 деді. Азартынан көрелі, жақсылап. Honda Stream. Бұлан тағыз бұл жерде көк түсті.
Бұл баяғы Daihatsu Kore беле? Daihatsu Kore 170 миң сом дейт, жыл 2003, көлемі 1. 2003 жыл екен. Номері бар. Есі да берді. Нал болса қанша алады? Наққа. Шыдыр санайын десе. 160 бар. 160. 160 миң сом дейт. Мынаны таңыз, өнім қағазы жоқ екен. Бұл жерде Nexia 1 көк түсті, 2007 1.6 алмашу жолы бар дейт. Номері бар екен. Басқан жолда? 125. 125. Болышу же айтылышы? Айтылышы. Айтылышы. 125 миң сом дейт. Бұл жерде түшкір азет. Бұл не жұмыс бар мұны? Жұмысы жоқ, только айдаш керек. Только айдаш керек. Нас. Бишкекке бар. Бишкекке бар YouTube каналы. Бір шар ішіге, таксиге жарай бұл? Шар іші таксиге де. Расход аз. Расход аз, Расход. Шытыр, нақ санаймен қаншаға бересіз деп сұраса қаншаға бересіз? 115-ке береміз. 115. Бұл тұрамыз. Бола тұрамыз. 115 миң сом. Азыр вообще жұмысы жоқ, Жұмысы жоқ, только айдаш керек. Только айдаш керек, 115 миң сом болады деп. Бұдан тауыз, бұл жерде бортовой Volkswagen LT 28. Средний база 98 ЖП, 28 механика, $6.800 дейді. $6.800. Дулу кабина екендігіне салып қоясыздар. Бұл жерде Nissan March автонасын тартайындағы кешкі базарды жинықтайын. 99 жылғы көлемі 1 автомат, 145 миң сом дейді. 145 миң сом, дөңгелектері алдыңғы екі өсі қышқы, арты екі өсі жайық екен. Видеолар жаққа болмаса лайк баспайыңыздар.